Глицериннің суда еруі. Алдымен химиялық стаканға дистелленген суды құямыз. Оның үстіне глицеринді құямыз. Көріп тұрғанымыздай, глицерин ауыр майлы сұйықтық. Глицериннің тығыздығы судан ауыр. Ол суда батып кетеді. Енді ерітіндіні араластырамыз. Глицерин суда түссіз ерітінді түзетінін көреміз. Глицерин сумен әрекеттеседі. Көп атомды спирттерге сапалық реакцияның бірі бұл глицериннің эквивалентті мыс гидроксидімен әрекеттесуі. Алдымен мыс гидроксидін дайындап аламыз. Ол үшін күйдіргіш натрды химиялық стаканға құямыз. Оның үстіне мыстың купоросын қосамыз. Сол кезде ашық көк түсті тұнба түзеледі. Глицериннің судағы ерітіндісіне мыстың эквивалентті гидроксидін құямыз. Және араластырамыз. Сол кезде тұнбаның біртіндеп ерігенін көреміз. Нәтижесінде біртекті күлгін көк түсті ерітінді түзеледі.